Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін мен сіздерге өте ерекше тағамның рецептімен бөліскелі тұрмын. Күнделікті бір түрлі рецепттерден жалыққан болсаңыз, міндетті түрде дәл осы тағамды әзірлеп көріңіз. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, әрі жасалу жолы да оңай. Міндетті түрде лайктарыңызды аямай, видеоның соңына дейін қараңыздар. Дәл осы қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларым сіздерге ашылып отыратын болады. Ендеше бастаймыз. Алдымен қамырымызды ашытып алатын боламыз. Біздің тағамымыздың, яғни қосып жеуге арналған өзінің арнайы жаңағы булочкаларын дайындайтын боламыз. Парда піскен булочкаларын, ол үшін бізге қол күймейтін жылы сүт және де тұз, ашытқы қажет. Қамырымыз жұмсақ болу үшін дәл осылай сұйық май араластырып жібереміз. Ашытқымыз ерігенге дейін біркелкі араластырып, ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр аса қатты болуы қажет емес, себебі парда піскен нандарымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті жұмсақ, қолға аздап қана жабысатын қамыр илейтін боламыз. Қатты асығыс болсаңыздар, 30 градуста қыздырылған пешке қойып қойсаңыздар, 20 минутта ісіп шығатын болады, яғни көтерілетін болады қамырымыз ашып. Егер асығыс болмасаңыздар, дәл осылай жылы жерге қойып қоясыздар. Содан соң қамырымыз ашығанға дейін біз салмасын әзірлеп аламыз. Ол үшін бізге қалаған түстегі қызыл, не болмаса жасыл, сары түсті болгар бұрыштарын дәл осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Менде тек қана жасыл болгар бұрыштары, содан соң барып пиязымызды да дәл солай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Етімізді де соломка етіп, дәл осы көріністе турап алатын боламыз. Етіміз жұмсақ пісу үшін міндетті түрде соямен маринад жасап қоямыз. Ол бізде аса қатты көп тұру қажет емес. Жарты сағат тұрса жеткілікті, және де ұсақталған сарымсақты да дәл осылай араластырып қоямыз. Неге біздің қамырымыз көтеріліп шықты, ендеше булочкаларымызды әзірлеуге кірісетін боламыз. Оқтауымызбен дәл осылай қамырымызды орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Аса қатты жұқа болуы қажет емес. Жайылған қамырымыздың бетіне сұйық майды біркелкі жағып шығатын боламыз. Қалауыңызға қарай көк пиязды ұсақтап турап, не болмаса жусай, қалаған түрдегі көкөністі ұсақтап турап, осылай сеуіп шығамыз. Қамырымызды екі бүктеп аламыз, дәл осы көріністе. Қалауыңызға қарай ірі көлемде кессеңіздер де болады. Мен кішкене жіңішке етіп кестім. Бұл бізде балалар жеуге ыңғайлы болу үшін мен кіші етіп жасадым. Егер сіздер қалауыңызға қарай қамырын қалыңдау жайып, дәл осы көріністе ірілеу етіп кесетін болсаңыздар, нандарыңыз, яғни булочкаларымыз үлпілдек болып, өте әдемі болып шығатын болады, үлкен-үлкен болып. Мен балалар жеуге ыңғайлы болу үшін өте ұсақ етіп жасадым. Дәл осы көріністе арнайы таяқпен дәл осылай ортасын басып, 2-3 рет бұрап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көрінісі өте әдемі болып шығатын болады. Әрине өз қалауларыңызға қарай, қалаған түрде жасауларыңызға болады. Булочкаларымыз жұмсақ болып пісу үшін міндетті түрде дәл осылай орап болғаннан соң жарты сағат, 1 сағатқа жылы жерге бетін жауған күйде мантываркаға теріп, яғни қойып қоятын боламыз. Сол кезде булочкаларымыз біраз ісінеді. Ісінгеннен соң барып отқа қоятын боламыз. Сол кезде булочкаларымыз жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Егер сізде бірден кесіп болып, дәл осылай орап, мантываркаға терген бойда қайнататын болсаңыздар, яғни парда пісіретін болсаңыздар бірден, ол булочкаларымыз көтерілмей, қатты болып қалатын болады. Сол себепті жарты сағат, 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз. Мендегі көрсетілген рецептте барлығы болып 25 талдай булочка шығатын болады, яғни кіші көлемде. Егер де сіздер үлкен отбасы болатын болсаңыздар, дәл осы көрсетілген мөлшерді 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Және де айта кететін жайт, қамырын тек қана сүтке емес, суға да илеуге болады. Сүтке илесеңіздер, одан да жұмсақ, әрі дәмді болып шығатын болады.
Ендеше тағамымыздың подливын әзірлеуге кірісетін боламыз. Алдымен қызып тұрған табамызға қалауыңызға қарай майлы етіп жасасаңыздар болады. Майды құясыздар. Қызығаннан соң барып маринадталған етімізді салып қуыратын боламыз. Етімізді салған кезімізде бірден суы шығып бастайды. Сол кезде қазанымыздың бетін жауған күйде 15 минуттай қуыратын боламыз. Яғни орташа отта, аса қатты жоғары отта қуыру қажет емес. Етіміз толықтай жұмсақ болып пісіп шыққаннан соң барып пиязымызды салатын боламыз. Пиязды аса қатты көп қуыру қажет емес. Жай ғана формасын жоғата бастағанда қызанақтарымызды және де томатымызды салып қуыратын боламыз. Қызанақ болмаған жағдайда жай ғана томатпен жасай беруге де болады. Қызанағымыз бен томатымызды 1-2 минуттай қуырғаннан соң сақтап тұрып алынған болгар бұрыштарымызды салып, оны да кішкене формасын жоғатқанға дейін қуыратын боламыз. Яғни 4-5 минуттай қуырылса жеткілікті. Содан соң барып ұсақталған сарымсақ пен тұзымызды салатын боламыз. Сарымсақ біздің тағамымыздың дәмін өте әдемі етіп беретін болады. Содан соң бұл тағамның дәмін өте әдемі етіп шығаратын тағы бір дәмдеуішті айта кетейін. Ол бізде бадиан деп аталады. Барлық дәмдеуіштер сататын базарларда, орындарда сататын болады. Міндетті түрде соның кіші бөлігін алып салатын боламыз. Аздап су құятын боламыз. Қазанның бетін жауған күйде 10 минуттай баяу отта қайнатамыз. Біздің булочкаларымыз да дайын болып шықты. Ендеше тамағымызды арнайы легендерге салып, тәбетті ашарлықтай етіп дастарханға тартатын боламыз. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде лайктарыңызды аямай кетіңіздер, және де төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мына қоңырау батырмасын басып қоятын болсаңыздар, менің жаңа видеоларым шыққан кезде біріншілерден болып көретін боласыздар.